Біз екеу едік. Гитарашы жігіт шолақ саусақтарымен мыс ішекті сырылдата шертіп, шерін тарқата бастады. Орта бойлы, шымыр денелі, қоңыр көздері бас сүйек қуысына ентелей еніп, шүңірейе түскен. Шашын ақ қырау шалған екен. Әнші даусын созған сайын, әннің нәзік иірімдері көңілімді тылсым тұңғиыққа тартып әкетіп еліте түсті. Күмбірлеген қоңыр даусы дала сазын естірткендей құлақ құрышын қандырып, қиялыңды қиянға шалықтатады. 62 тамырыңды иітіп, кейде назды, кейде екпінді үн әумен жаныңды жадыратады. Темірдің қолындағы құлын, денелі аспаптың пернелерін кембағал саусақтар сипалай, сырғытқай сайын ауыр ойға шомдырады. О гитара, шырқа, шырқа, шырқа тағы. Әнші жігіттің қоңыр даусын күмбірлете жаңғырып, өзен бойын әдемі бір дірілге елтіп әкетеді. Жыландай ирелеңдеген сулы алқап беті күн сәулесімен дір-дір етіп ойнақ салады. Жас жігіттің тебіндеп келе жатқан мұртындай қара жерден қылтиып, бой көтерген көк шөптің бетін көктемгі самал тербетеді. Көкте күн күлімсіреп, өзен тасынан секіріп, ойнақтаған мөлдір тамшыларға шынайы кіргізіп жалт-жұлт етеді. Кенет жігіт мұңға малған әнін кілт үзді. Қош жанарым төрт шекті аялаған жарымжан саусақтармен ажырамай тұрғандай. Әнші сұрақ қойғым келгенімді сезіп. Жас кезінде гитараны тәп-тәуір тартып едік. Бәрін ұмыта бастаппыз ғой. Көп ән білуші едім. Қазір сөздері есімде қалмапты. Талай қызықты дәурен бастан өтті. Әнді таң атқанша айта беруші едік. Ол кезде саусақтарым да бүтін болатын. Қазір де жаман тартпайсыз. Ол кезде жас едік қой, деп әнші гитарасының үнін баяулата, ыңылдай бір әуенге түсіп кетті. Сосын оң қолмен шектерді қатты қағып-қағып жіберіп. Өмір деген өткінші екен. Бір күні кеше ғана болған сияқты. Енді міне 40-тан да асып қалыппыз. Саусақтары шолақ болса да, пернесі ауыр гитараны керемет тартады екен деген ойдың жетегіне еніп, тырнақ жоқ қой, ауырмай ма дедім. Үйреніп кеттік қой. Өмір бәріне үйретеді екен. Саусақтарымды қисайса да гитарамды тастай алмадым, деп әзілдей күлді. Әйткенмен көңіл жүдеп қалғанын жасыра алмады. Саусақтарыңызға не болған? Дедім, жан жарасын тырнап алсам да қызығушылығым жеңіп. Ол ұзақ әңгіме ғой, деді гитарашы көңілсіз күйге еніп. Ол кезде жас болдым деп айттым ғой. Мен өзі кішкентай кезімнен әнге құмар болдым. Ауылда музыка мектебі болмаса да, қатты қызығып, гитараны үлкендерден өз бетімше үйреніп алдым. Нота білмейтінмін, бірақ кез келген әуенді гитараға салып орындай берем. Содан не керек, ауылдықтар мені гитарашы жігіт деп атайтын болды. Мақтанғаным емес, ауылда бірде-бір той менсіз өтпейтін болды. Той-томалақтың ортасында жүрдім. Даусым да зор болатын. Кешке ауыл сыртына қыдырғанда, қыздар менің жаныма отырып, ән тыңдағанды ұнататын. Кейін Алматыға оқуға түскенде де, қыздардың көбі менің әніме ғашық болды. Өзің білесің ғой, жатақханаға жиналып, ән айтып түнімен шырқап жүрдік. Студенттік өмір қызық қой, түнімен ән салып, таң атқанша думандатып жүретінбіз. Әнші ойға шомды. Жан қалтасындағы қораптан бір шылымды алып, от тұтатты. Буы бұрқыраған темекі иісін жек көретінмін. Серігім соны сезгендей, 2-3 рет ішке сорып, табанымен сөндіріп тастады. Ән саласыз ғой, темекі шегу зиян емес пе дедім. Білем ғой, ауылда үлкендерге еліктеп, осы құрғырды қоя алмай жүрмін. Соншалықты қиын ба? Бір күні тастаймын ғой, махаббатымды да тастадым ғой. Оның жанында темекі деген түк те емес. Әнші көңілсіз жымиды.
Адамның жүрегінде иман, бойында ерік-жігер болса, өзін оңай басқарады деп естігем. Арақ темекіні тастай алмайтын деп жүргендерді жігерсіз адамдар деп ойлаймын. Иә, бәрі адамның өзіне байланысты. Бірақ махаббатқа келгенде дұрыс шешім қабылдай алмадым. Содан кейін не болды? Дедім қызықты оқиғасын естуге құмартып. Бесін ауып бара жатты. Ол орнынан тұрып, үстін қаққыштап, алға жүріп кетті. Күн тас төбеге келген соң талдың көлеңкесіне жайғастық. Мен бір қызға сұмдық ғашық болдым, деп жалғады әлгі әңгімесін. Ол да мен салған әндерді сүйе тыңдап, жанымнан бір елі шықпайтын. Екеуміз бір болуға серт бердік, бәрі керемет еді. Бір-бірімізге өлердей ғашықтық болды. Қоштасқанда қимастықпен құшағымыз әрең ажырайтын. Қыздың аты Сәуле еді. Ол өте сұлу болатын. Сәуле десе сәуле еді ғой. Талдырмаш келген кекілді қыз. Күн нұрына шомылған аққұба жүзінен адамды еріксіз елітетін бір жылылық, жақындық лебі есіп тұратын. Ойда толы қоңыр көздері ойнақшып, жалт-жұлт етіп сыңғырлай күлетін. Сәуле менің өнеріме ессіз ғашық болды. Мен кешкісін жатақханадан шығып, сүйіктімнің жанынан табылатынмын. Түнімен гитара шертіп, екеуміз қосыла ән шырқайтынбыз. Жұлдыздар жымыңдасқан аспан астында сырласып, армандарымызбен бөлісетінбіз. Студенттік өмірдің бәрі керемет, ертегідей өтіп жатқан. Әлгі рекет келгенше. Рекет деп таңғалғанымды жасырмадым. Аузымнан мағынасы қорқынышты сөз қатты шығып кетті білем. Темір жақтырмай қалды. Әңгіме кілт үзілген. Айтушыға құлақ салып отыра бермей, несіне сөзін бөлдім екен деп өзіме ренжідім. Арада үнсіздік орнаған. Ол ағып жатқан өзенге ұзақ қарады. Шолақ саусақтар гитараны қайта аялай бастады. Музыкант жігіттің ойы бөлініп, таныс әннің сөзін есіне түсіре алмай ыңылдап отырды. Расында рекет пе, дедім иланбаған адамдай. Иә, рекет. Ол да Сәулені ұнатып қалыпты. Бұжыр бет, қап-қара біреу. Үстінде тері күртеше киген. Көзілдірік таққан дәу неме екен. Жанымыздан шетелдік көлігімен өтіп жүргенде мән бермеген екенмін. Сәулені ұнататынын қайдан білдіңіз? Темір мырс етті. Кешке Сәуленің жатақханасынан келе жатқанда екеуін аңдаусыз көріп қалғанмын. Көз байланар шақ болып қалған болатын. Олар мені байқаған жоқ. Полициядан қашып жүрген ұрыдай бұрышта тығылып тұрып, сөздерін еріксіз тыңдадым. Сәуле, деді бұжырбет, ана әнші балапанды таста. Екеуміз бірге жүрейік. Мен сені бақытты бай қылам. Бақыттан басың шыр айналады әлі. Саған қандай көлік ұнайды өзі? Сен маған ұнамайсың, деді Сәуле. Іштей қуанып қалдым. Ал маған ұнайсың, сені ұнатып қалдым. Өз бақытыңнан бас тарт, деп көлігінің ішінен бас сұғып, Сәуленің қолына бір құшақ раушан гүлін ұстатты. Қарашы, осының бәрі сен үшін. Өмір бойы үлдемен бүлдеге орнатамын сені. Керемет емес пе? Маған сенен еш нәрсе керегі жоқ, деді Сәуле. Гүлді көліктің ішіне лақтыра салып. Ашуланба, әлі де жақсылап ойлан. Сен мені білмейсің. Қазір ұнатпасаң, кейін үйреніп ұнатып кетесің. Жүр, екеуміз мейрамханаға барайық, жақсылап тойлатайық. Саған әлі талай қызық көрсетем. Әуре болмай-ақ қой, деді Сәуле. Мен сүйетін жігіт сен емес. Әлсізге әлімжеттік көрсетіп, қалағанын істететін бұжыр қара өзінің қыздың алдында дәрменсіз күйге түскені үшін ашуланып кетті. Сонда кім? Әлгі қайыршы гитарист пе? Сәуле үндемеді. Кері бұрылып жатақханаға кіріп кетті. Мен оның адалдығына тәнті болып қалдым. Әңгіменің жалғасын келесі видеодан тыңдай аласыз.